Сәлем құрметті көрермен. Бүгін сіздермен оң құйрықты жөбе жайлы толық талдау жасаймыз. Ендеше кеттік. Ұлдары Хагарома мен Хамура мұра еткен чакраны қайтару үшін жасалған Кагуя Оцузуки мен Құдай ағашының қосындысы. Ол чакраның бастаушысы болып саналады және алты жол данышпанының аңызымен, сондай-ақ шиноби туылуымен байланысты. Жыртқыш аңның ашуын тоқтату үшін данышпан оң құйрықтың Джинчурикине айналды және кейінірек оларға зиян тигізбеу үшін өзінің чакрасын 9 құйрықты аңға бөлді. Ғасырлар өткеннен кейін оны қайта жаңғырту өз мақсаттарына жету үшін аңның Джинчурики болуға ұмтылған Мадара мен Обито Учиханың мақсаты болды. 10 құйрықты қоңыр түсті және оның көлемі үлкен, оның бір қолы кез келген құйрықты аңдардан үлкен. Жыртқыш бірнеше пішінде көрсеткенімен, олардың арасында ортақ белгілері басынан көп бөлігін алатын жалғыз көз және оның артқы жағында өсіп келе жатқан тікенді қосалқылары пішіні моллюска тәрізді. Оң құйрықты алғашқы толық емес күйінде қайта тірілткен кезде оның ұзын қолдары мен тырнақтары және саусақтары бар шар тәрізді денесі болды. Аяқтары көрінбейді және бірнеше қатар үшкір тістері бар. Кең ауызды және егінде жалғыз тікенді болды. Өсімдіктерге ұқсас қара тамырлар оның бүкіл денесінде өтіп жатты. Ал құйрықтарының ұштары ол өзінің екінші формасына енген бойда ашылған өсімдік бөлшектеріне ұқсайтын. Оң құйрық өзгерген кезде оның құйрықтарындағы бөлшек тәрізді түзілімдер бөлініп, ұштарында гуман тәрізді қолдары бар ұзартылған құйрықтар анықталды. Дамыған сайын оң құйрықтың денесі арық болып, толық сол қолы өсіп, артқы аяғымен тұра бастады. Кейінірек ол бұлшықетті болып, басындағы мүйіздері ұзарған. Хагарома мен Хамура оң құйрықты кездестіргенде, ол бұл пішінге қатты ұқсайды, бірақ оның денесінде қосымша шыбықтар болды. Ол сондай-ақ тау шыңдарынан асып түсті және көлемі жағынан Хагароманың толық денелі Сусаносымен салыстыруға келеді. Оң құйрықты Джинчурики болғаннан кейін Обито денесінен оң құйрықтың құрылымын шығарды. Содан кейін ол бастапқы Құдай ағашы сияқты алып ағашты қалыптастыру үшін ашылды. Көлемі жағынан оң құйрықтардан оңай асып түсетін бұл ағаш пішінінің ұзын, түзу діңі үстің жағында жалғыз күлгін бүршік орналасқан. Оның ішінде оң құйрықтың көзі болатын. Бұл пішін алдымен Құдай ағашы деп аталды, бірақ кейінірек оң құйрық деп аталды. Кагуя Оцузуки Наруто Узумакидің данышпан өнері супер құйрықты жыртқыш Расен Сюрикен фильмінің соққысынан кейін оның ішіндегі құйрықты аңдардың чакрасын бақылауды жоғалтқанда, ол еріксіз адами емес оң құйрықтыға айналды. Ол денесінің әртүрлі дене бөліктерімен ісінген, ақ және қоян тәріздес пішінді түрінде көрінді. Бұл оң құйрықты чакра пішіні маңдайында Кагуяның Ринне Шаринганын, сондай-ақ ұштарында қол тәрізді қосымшалары бар оң құйрықтаны сақтап қалды. Кураманың пікірінше, оң құйрықты жағымсыз сезімдерді анықтау сияқты құралдар арқылы сезінуі мүмкін емес. Өйткені оның өзіндік сезімі немесе идеалы жоқ. Осыған қарамастан ол Наруто Узумакидің ішінде Хагароманы еске түсіретін құйрықты аңдар чакрасының бар екенін сезгенде, оның реакциясы чакрасын құру және өзін нығайту болды. Оң құйрықты Кагуя одан ұрланған барлық чакраларды жинау мақсатымен Құдай ағашының инкарнациясы деп есептелді. Шын мәнінде ол Кагуяның барлық чакраны өзіне қайтару мақсат еді. Жасырын ауылдардың негізі қаланғанға дейін адамзат арасындағы бітпейтін соғыстар дәуірінде Құдай ағашы Құдай ретінде құрметтелетін ағаш мыңжылдықта бір рет чакра жемісін берді. Құдай ағашының бұл жемісін жеуге тыйым салынғанымен, оны әлі де Кагуя Оцузуки ханшайым жеді. Ол елдегі барлық соғыстарды тоқтату үшін оған берген күшін пайдаланды. Біраз уақыттан кейін Кагуя екі ұлды дүниеге әкелді. Олар туғаннан чакраға ие болған алғашқы адамдар. Кейінірек ұлдарының чакрасы заңды түрде өзіне ғана тиесілі болу керек деп шешіп, Кагуя Құдай ағашымен біріктірілді. Нәтижесінде оң құйрық деп аталатын болмыс пайда болды. Ол чакраны қайтарып алу әрекеті арқылы жерлерді бүлдіре бастады. Алайда, Кагуяның шынайы ниеті ашылмағандықтан, Құдай ағашының өзі одан Кагуя ұрланған чакраны қайтарып алу үшін қобыжық кейіпке ене бастады. Оң құйрық пен Кагуяның ұлдары Хагарома мен Хамура арасында соңғы шайқаста олар аңды жеңіп, оның денесін айға, ал чакрасын Хагаромаға бекітіп, оны бірінші Джинчурикиге айналдырды. Бұл ерлік Хагароманың өмір бойы жасаған басқа да көптеген ұлы істерімен бірге Хагароманы алты жолдың данышпаны ретінде құрметтеуге әкелді.
Алайда оның өлімі оң құйрықты әлемге қайта босатып, оның өршуін жалғастырып, Хагорома адамзат арасында тараған чакраны қайта қалпына келтіруге деген ұмтылысын қайта жандандыратынын түсініп, соңғысы аңның чакрасын оның денесінен бөліп алып, 9 құйрықты аңды жасау үшін барлық заттарды жасау әдісін қолданды. Содан кейін Хагорома Чибаку Тенсейді кейіннен айға айналатын аспан денесінің ішінде оң құйрық қабығын жабу үшін пайдаланды. Алайда ағайындыларға белгісіз Кагуя оның қайта жандануын жеңілдету үшін мөленуден аз уақыт бұрын қара зетсуды құрды. Осы мақсатта ол ғасырлар бойы Хагороманың ұлдары Индра мен Ашураның чакраларын біріктіріп, олардың реинкарнацияларын бірі Риннеганды оятуға тырысты. Ақырында қара зетсу манипуляциялардың арқасында Хагорома ұрпақтарының бірі Мадара Учихада пайда болады. Мадара өзінің жаңа күшімен оң құйрықтың бос ыдысын осы дүниеге шақырып, оны сыртқы жолдың жын мүсіні деп атады. Қайтыс болғаннан кейін жұмысын жалғастырған Обито Учихамен бірге Мадара жын мүсінін құйрықтаңдармен қайта біріктірудің жолын ойлап, оң құйрықты өзінің өмірлік жұмысын орындау үшін пайдаланбақ болды. Ол айдың көзі жоспар еді. Обито Гюкей мен Курама чакрасының фрагменттерін ғана ала алғанымен, оның сыртқы жолдағы жын мүсіні қызыл асқабақ пен янтарлы тазартқыш ыдысты жұтып, оның оң құйрықтағы айналуын бастады. Мадара шайқасқа қосылғанда Наруто мен Киллер Би оң құйрықты толық қалпына келтіруді тоқтату үшін үлкен құйрықты аңшары мен жын мүсінін жоюға әрекеттенді. Шабуылдан кейін мүсіннің чакрасы жоғалып кеткенімен, болжамды жеңіс ұзаққа созылмады. Өйткені оң құйрық түтін бұлтынан шығып, Обитоның дүниенің ақыры аяқталды деп жариялауына себеп болды. Оң құйрықтардың жандануы аяқталғаннан кейін, Обито мен Мадара оның басына орналасты. Одан екі шатыр шығып, екі Учиханың мойнына бекітілді. Уақытты босқа өткізгісі келмеген Обито шексіз Цукиомиді бірден іске қосқысы келетін, ал Мадара алдымен аңның күшін сынап көргісі келетін атап өтті. Оң құйрықтардың алғашқы шабуылынан кейін Курама мен Гюкей бір уақытта оған оң құйрықты аңшарларын жіберді. Оны оң құйрықтылар өздерінің құйрықты жыртқыш тобымен жеңді. Шаң басылғаннан кейін Нарутоның көлеңкелі клоны мен Какаши Хатаге оң құйрықтың үстіне тікелей шабуыл жасады. Какаши Джукейді босатты, содан кейін ол оң құйрықты көзге бағыттап, оны бір саусағымен кері бұру үшін ғана бос қашықтықтан құйрықты жыртқыш топты атқан. Екі Учиха қарсыластарынан басқа құйрықты жыртқыш тобымен жоюға тырысты. Бірақ Обито бақылаудан уақытша жоғалтуына байланысты жіберіп алды. Ұрыс алаңы енді тұманмен жабылып қалды, және одан басқа одақтас шиноби күштері шайқасқа көмектесу үшін келгенге дейін сенсорлық дағдыларға кедергі болды. Одақтас шиноби күштері оң құйрықты өшіру үшін бірқатар әдістерді қолданды. Содан кейін Обито мен Мадараға тікелей шабуыл жасады. Бірақ олардың әрекеті сәтсіз аяқталды. Өйткені оң құйрық екінші пішінге еніп, оны ұстап тұрған шектеулерді бұзды. Содан кейін Учиха бірнеше шеткі қалаларды және ең бастысы көптеген құйрықты аңшарларды бар одақтас күштердің штаб пәтерін жоюды жалғастырды. Олар Хашираманың жасушалары мен оң құйрықты бақылауды күшейткен кезде Обито аңның денесін ағаштан босату үшін орта ретінде пайдаланды. Кесу техникасы ол көптеген шинобилерді, соның ішінде Неджи Хьюганы кесу үшін жерді босату техникасын қолданды. Мадараның ескертулерін елемей, Обито тағы бір рет одақтас күштерді жақын қашықтықта құйрықты жыртқыш топпен жоюға әрекет жасады. Бірақ ол атуға үлгермей тұрып, Киллер Би өлтіруші өзінің қарсы құйрықты жыртқыш топ арқылы топты оң құйрықтылардың тамағына жіберіп, оның ішіне жарылып жерге құлап кетуіне себеп болды. Наруто өзінің және Кураманың чакрасын одақтас күштердің шиноби арасында таратқаннан кейін, оң құйрықты Нара Руо тез бағындырды және байлап алды. Мадараның күш қуатының қолдауымен оң құйрықтылар қарсылық көрсете алды және шинобиге құйрықтарымен шабуыл жасауға әрекеттенді. Тек олардың бірлескен күш-жігерімен тоқтатылды. Содан кейін аң құйрығы мен одақтас күштердің айналасында тор құрады. Бірақ шиноби Нарутоның арасын сөйлегенімен оң құйрықтының екі құйрығын тоқтаусыз итеріп кесіп тастады. Мадара мен Обито келесі шабуылмен басын тастап кетуге мәжбүр етті. Техниканың әсері жойылғаннан кейін оң құйрық Нарутоның ішінде жеті құйрықты аңның бар екенін сезінді және осылайша алты жолдың данагөйін есіне алды. Бұл оған чакраны одан әрі жинақтауға және денесін одан әрі нығайтуға көмектесетін еді. Ол аузын кең ашып, гүл тәрізді құрылым қалыптастырып, алып құйрықты жануар шарын жасады. Одақтас күштердің жерден босату кедергілерін оңай бұзып өтті. Бірақ оны ұрыс алаңында Минато Намикадзе қауіпсіз жерге апарды. Он құйрық клондарын пайдаланады. Реинкарнацияланған Хокаге өз орындарына кіріскеннен кейін
Олар қозғалыстары мүмкіндігінше шектеу үшін Хашираманың өз шектеулерімен біріктірілген оң құйрықты үлкен бөгетпен қоршады. Оны қолға түсіру жақын екенін түсінген оң құйрықтылар оның негізгі денесін қоршау үшін шағын клондар жасады. Олардың шақыруларының көмегімен Нарутомен жақында келген Саске Учиха клондарды бозып, айналмалы жарық дауыл және қара жебе стиль қолданды. Обитоның денесіне енгеннен кейін оң құйрық оны психологиялық күйреуге әкеліп соқтырады. Және ол ақырында аңның күшін игеріп, екінші өзгеріске ұшырағанға дейін денесін бақылаудан жоғалтты. Кейінірек Обито жоспарды бірден алға жылжытуға шешім қабылдағанда, ол оң құйрықты денесімен Джинжурике күйінде босатып, шексіз Сукиомиді тастау үшін алып ағашқа айналдырды. Бұл пішінге айналғаннан кейін ағаш жоғарғы жағында көзі бар бүршіктің гүлдену уақытын қысқарту үшін одақтас күштерін шинобиден чакраны тамыры арқылы сіңіре бастады. Обито гүлдің гүлденуін күтіп, ұрыс даласында үстемдік етуді жалғастырған кезде, Наруто мен Саскенің сензитсу арқылы жақсартылған командалық жұмысы оларға Обитоға сыни соққы беруге мүмкіндік берді. Бұл Нарутоға, Killer Bee және Гаараға Обитоның құйрықтан чакрасын өз күшімен ұстауға және бүкіл одақта шиноби күштерінің күшімен Обитодан құйрықтандарды босатуға мүмкіндік берді. Осылайша ағаштың дамуын тоқтатты. Біраз уақыттан кейін Мадара құйрықты аңдарды жын мүсініне қайта жапты. Нәтижесінде оң құйрық қайтадан жанданды. Көп ұзамай Мадара аңды шақырып алып, оның жаңа Джинчурикене айналды. Мадара айдың көзі жоспарын орындағаннан кейін оны қара Зетсу бірден сатып жіберді. Ол Мадараны шексіз Сукиоми құрбандарынан үлкен мөлшердегі чакраларды сіңіру үшін орта ретінде тез қолданды. Осылайша Кагуя 32-дің қайта тірілуін аяқтады. Кагуяның Какаши командасына қарсы кейінгі шайқасы кезінде Наруто 9 құйрықты аңның әрқайсының чакрасын қамтитын 9 арасын сюрикенді Кагуяға соққы бере алды. Онымен мәселе тудырған кезде Кагуяның ішінде оң құйрықты аң чакрасы тұрақсыз болды. Бұл оның байқаусызда оң құйрықтың қоян тәріздес көрінісіне айналуына келді. Дегенмен Кагуя өзінің орталық өлшемінде болғандықтан, ол шексіз Сукиоми құрбандарының чакрасымен қоректенуін жалғастыра алды. Және онымен бірге ол көп ұзамай өзінің адамдық келбетін қалпына келтірді. Шайқастың соңында Кагуя Наруто мен Саскенің бірлескен күш-жігерінің арқасында тағы бір рет мөрленді. Бұл оның денесін тастап кеткен құйрықты аңдар қайтадан оң құйрықты содан кейін жын мүсініне алдырды. Жаңа дәуір Момошуки қақтығысы. 16 жылдан кейін Момоши Otsutsuki Gyuku чакрасының бір бөлігіне ие болды. Ол оны басқа әлемді құдай ағашына қайта жасау үшін пайдаланды. Оның көрінісінен кейін көп ұзамай оны 5K'ге қарсы шайқас кезінде Момошуки мен Киншиге Otsutsuki'ді қиратты. Курама оң құйрықтыларға қарсы жалғыз өзінің ешқандай мүмкіндігі жоқ екенін мойындады және 6 жолын данышпанның оң құйрықтының қайта жаңғыруын ақыр заманға апаратын оқиға деп санайтынын атап өтті. Оң құйрықты қалыпты құралдар арқылы сезу мүмкін емес, өйткені ол әлемді айналатын табиғи энергиямен бірдей сезім шығарады. Ол сондай-ақ осы табиғи энергияны манипуляциялауға қабілетті. Наруто оң құйрықтының күшін табиғат режимі арқылы өлшеуге тырысқанда, ол оның үлкен көлеміне таң қалды. Курама оның өлшемі жоқ екенін айтты. Гюге атап өткенде, оң құйрық өзінің соңғы түріне жетуге мүмкіндік берсе жеңілмейтін болады. Чакра және физикалық күш. Барлық чакралардың қайнар көзі болып саналатын оң құйрық әлемге толық үмітсіздікпен жойылу әкелетін үлкен және сөзсіз қуатты қорларға ие. Бұл үлкен сомалар оған Джинчурики өлген кезде де аман қалуға мүмкіндік берді. Осылайша Хагороманы өзінің чакрасын бірнеше бөлікке 9 құйрықты аң бөлуге мәжбүр етті. Олар жеке-жеке өте күшті болып саналады. Өз өлшеміне сәйкес оң құйрықтардың үлкен физикалық күші мен алдамшы жылдамдығы бар. Бұл оның Наруто мен Killer Bee'ға олардың ешқайсысы әрекет етпей тұрып шабуыл жасауға мүмкіндік берді. Ол сондай-ақ құйрықта жыртқыш топты бір саусағымен оңай тойтарып алды және құйрығын бір сермеу арқылы айналадағы ландшафтты бұзуға қабілетті соққы толқынын жасады. Оң құйрық екінші пішінге айналғанда, оның құйрықты шары конустық пішінге ие болды. Және оның ату қашықтығы жылдамдығын және жойғыш күші айтарлықтай өсті. Көзінің алыстан көруінің арқасында өзінен едәуір қашықтықтағы нысаналарды дәл тигізіп, тау жоталарында тұтас қалаларды да қиратты. Әрі қарай дамытқаннан кейін оң құйрықтылар рафлезия тәрізді қосымшаны ашуға мүмкіндік беру үшін егін өсіре алатынын көрсетті. Ол массивтік және өте күшті құйрықты аңшарларын атуға қабілетті зеңбірек ретінде қолданылды. Бұл тіпті дерлік сақымданбайтын төрт қызыл ям формациясын қатты бұрмалай алады.
Чакраны жинақтағаннан кейін оң құйрық өзінің гүрілдімен бірқатар жаппай табиғи апаттарды тудыруы мүмкін. Сондай-ақ оның денесін белгілі бір дәрежеде басқару және өзгерту қабілеті болды. Бұл оған жоғалған аяқ-қолдарын қалпына келтіруге, негізгі денесіне жанып тұрған ет бөліктерін бөлуге және денесінің бетінде әрекет ететін жануарларды ұстау үшін қосымша қолдар жасауға мүмкіндік берді. Өзін-өзі қорғау үшін оң құйрық адам тәріздіден жануарларға дейін әртүрлі пішіндер мен өлшемге, жаратылыстарға бөлуге қабілетті болды. Олардың көпшілігінің қолдарында қару тәрізді қосымшалары бар. Мадара мен Обито оң құйрықтың бірінші түрінде оның басынан, содан кейін өз мойындарына бекітілген шатырларды пайдаланып басқара алды.